Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайық ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайық өнер, мал табу, абырой мен мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкарліктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта сақтайтұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса, оны білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы таба алмайды екен. Залалдан қаша алмайды екен. Ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Осы екеуінің менсіз көрген күні не?» депті. Сонда жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, ешкімді алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Бірақ әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын қасиеттердің бәрі менен шығады емес пе? Менсіз олардың көретін күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін естіп болып айтыпты: «Қайрат, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Айтқандарыңнан басқа да көп қырларыңның бар екені рас. Бірақ сенің қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылыққа еріп кетесің, кейде жамандыққа еріп кетесің. Соның жаман» депті. «Ей ақыл, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқанды да сен танытасың, жаралған екі дүниенің де жайын сен білесің. Бірақ оныңмен тұрмайсың. Амал да, айла да сенен шығады. Жақсының, жаманның да екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім» депті. «Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп қой. Бірақ сенің сол көп қырыңа жүрек жүрмейді. Қайрат, сенің қаруың көп қой. Күшің де мол, бірақ сені де еркіне жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда. Қалпыңды таза сақта. Құдай әрдайым сенің қалпыңа қарайды» деп кітаптың айтқаны осы деп.